Баршаңызға сәлем достар. Бүгін карамельный пирог жасайтын боламын. Ол үшін осындай бөлме температурасындағы сары майды ыдысқа саламыз. Және де үстінен қазір қант қосамыз. Қантты да қосып бірге араластырамыз. Және де достар, менің каналымда басқа да түрлі рецепттер бар, кіріп қарасаңыздар болады. Осылай қант пен сары майды араластырып алғаннан кейін үстінен 2 жұмыртқа қосамын. 2 пирог жасайтын болғандықтан 2 еселеп жасап жатырмын. Екі жұмыртқаны жарып салдым. Салып болғаннан кейін барлығын тағы да осылай араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстінен құрғақ ингредиенттерді саламыз. Он және де үстінен шым тұз, қопсытқышты қосып қамыр илейміз. Қамырды осылай қолмен илеп алғаннан кейін, қазір өзіме ыңғайлы болу үшін үстелге аздап ұн сеуіп, үстелдің үстінде біріктіріп илеймін. Осылай қамырды үстелдің үстіне илеп аламын, аздап, кішкене өзіме ыңғайлы болады осылай илеген. Және қамыр басында осылай бірікпеген сияқты болып тұрады, сондай болуы қажет. Осылай кішкене ұнға илеп алғаннан кейін салафанға салып, салмасын дайындағанша холодильникке қойып қоюға болады. Мінекей қамырымыз дайын, осындай болуы қажет. Қазір мені салафанға салып, холодильникке бір 10-15 минутқа қойып қойсаңыз болады. Холодильникте қамыр аздап тұрды. Дайын болған қамырды осылай үстелге аздап ұн сеуіп жаямыз. Көп ұн сеуіп қажет емес, осылай 1 рет сепсеңіздер жетеді. Осылай жаямыз, кішкене оқтаумен жаямыз. Форманың көлеміне сәйкес келетіндей етіп жаямыз. Менде форманың диаметрі 25 сантиметр. Осындай формаға салып пісіремін. Егер де үйде бұндай форма болмаса, разъемный формаларға салып пісірсеңіз де болады. Осылай оқтауға қамырды орап алып, үстінен жаңағы форманың үстіне осылай салып, қамырды орналастырамыз. Қамырын осылай формаға орналастырып алғаннан кейін тегістеп, одан кейін карамельный пирогтың салмасын дайындаймын. Менде вареный сгущенка қажет, ол үшін вареный сгущенканы осылай біркелкі болу үшін үстіп миксерлеп алсаңыз болады. Сол кезде түйіршіктер қалмайды. Үстіп вареный сгущенканы дайындап болғаннан кейін үстінен қазір қаймақ қосамыз. Қаймақтың пайызы 20% болуы қажет. Одан кейін жұмыртқа қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Осылай салмасын жақсылап араластырып алдым. Одан кейін формаға құямыз осы массамызды. Және де алдын ала қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. 30-35 минутқа дейін пісіруге болады. 170 градуста. Осылай құйып алғаннан кейін пешке апарып, салып пісіріп аламыз. Пирог әбден пісіп шықты. Салқындағаннан кейін өз қалауыңызбен осылай пирогтың бетін әсемдеуге болады. Менде вареный сгущенка мен сары майдан
қосып осылай крем жасап әсемдеп жатырмын. Осылай әсемдедім. Егер де қыздар пирог сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.